Қазақ тілі 2-ші бөлім 3-ші сынып 67-ші сабақ. Мәтіндерді оқып, өзара салыстыр. Құмға салған сурет. Жұрттың баласы хаттанып сабақ оқығанда мұның қолынан бар келгені сұқ саусағымен құмға сурет салу, болмаса қашау, пышағын ала жүріп тас пен ағаштан мүсін жасау. Бала әкең Қастей марқұм момын кісі еді. Мынауың біз білмеген өнер екен деді. Бір күні Әбілханның ағаштан жасаған мүсіндерін көрген Түргенбай ұста. Өнерді өрге бастыру үшін өмірді тану керек. Білімсіз адамның өрісі тар, құлашы қысқа, сурет салуға талабың бар екен. Оқуың керек шығар балам, деген еді бірде ол. Осы сөз оның алдынан бақыт шырағы болып жылтырады. Кәдір Сәуірұлы. Келесі мәтін суретші ата. Шал көденің гүлін-ай, елге тартқан сыйындай, ақындардың алыбы мынау біржан сүйінбай. Мына сурет жасымнан көзіме оттай басылған. Амангелді атамыз алмаш қылыш асынған. Күткен диқан ақсамай, мынау әсем бақшанай, көз тартады кең жайлау, алаулайды қапшағай. Мынау тауды қашаған, батыр кенші жасадам. Өнерлі ата Әбілхан мұның бәрін жасаған. Нұрсұлтан Әлімқұлов. Оқушылар, енді оқулықта берілген тапсырмаларды бірлесе орындайық. Мәтіндерде кім туралы айтылған? Жоғарыда оқыған 2 шығармада да суретші Әбілхан Қастеев туралы айтылған. Мәтіндерді көркем шығарма түріне ажырат. Бірінші мәтін әңгіме түрінде, екінші мәтін өлең түрінде берілген. Суретші ата мәтіннен зат есімдерді теріп жаз. Қайсысы жалпы есім, қайсысы жалқы есім екенін айт. Жалқы есімдерге Біржан, Сүйінбай, Амангелді, Қапшағай, Әбілхан осы сөздерді жатқызамыз. Ал енді жалпы есімге ақын, гүл, ел, сурет, қылыш, жайлау, бақша, тау, батыр, адам, ата, кенші осы сөздерді жалпы есімге жатқызамыз. Келесі тапсырма мәтінді көшіріп жаз. Мүсін әртүрлі тәсілмен жасалады. Мүсіннің бедерін шығаруда жұмсақ сазбалшық пайдаланылады. Қатты затты кертіп те бедер жасауға болады. Бұл зат есімдерді келесі тапсырма зат есімдер тап. Олардың үстіне зат есімдер белгіле. Мүсін сөзінің айтылуы мен жазылуын салыстыр. Оқушылар бұл мәтінді көркем, қатесіз көшіріп жазамыз. Бұл мәтінде зат есім сөздер: мүсін, сазбалшық, зат, бедер. Мүсін сөз айтылғанда мүсін болып айтылады. Келесі тапсырма 11. Сызбаға қарап, жалқы және жалпы есім туралы қорытынды жаса. Жалпы есімдер әнші, күйші, мүсінші сөздер. Себебі бұлар жалпылама күйінде айтылып тұр. Ал жалқы есім дегеніміз осы әнші, күйші, мүсінші сөздерін жеке-жеке атап көрсетеміз. Әншілерге Роза Бағланова, Бибігүл Төлегенова, Әлбек Дінішев. Күйшілерге Құрманғазы, Дина Дәулеткерейді жатқызамыз. Мүсіншілерге Бақытжан Әбішев, Хакімжан Наурызбаев, Ескен Сергебаев. Келесі тапсырма. Зат есімдерді жалқы, жалпы, жекеше, көпше түрлеріне ажырат. Әр сөздің қандай сұрақтарға жауап беріп тұрғанын айт. Ойыңмен бөліс. Мұражай, экспонаттар, мүсінші, кілемдер, төсеніш, портрет, Әбілхан Қастеев. Енді оқушылар, мұнда мұражай не деген сұраққа жауап беріп, жалпы есім жекеше түрде айтылып тұр. Келесі экспонаттар, бұл көпше түрде нелер деген сұраққа жауап беріп, жалпы есім болып тұр. Мүсінші кім деген сұраққа жауап беріп, жалпы есім жекеше түрде айтылып тұр. Кілемдер нелер деген сұраққа жауап беріп, жалпы есім көпше түрде айтылып тұр. Төсеніш не деген сұраққа жауап беріп, жалпы есім болып жекеше түрде. Портрет не деген сұраққа жауап беріп, жалпы есім жекеше түрде айтылып тұр. Ал Әбілхан Қастеев кім деген сұраққа жауап беріп, жалпы есім болып жекеше түрде айтылып тұр.